Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз кез келген дастарханның сәнін ашатын осындай пончиктарды жасайтын боламыз. Бұл пончиктардың басты ерекшелігі майда қуырмайтын боламыз. Бірақ та өте дәмді болып шығады, сондықтан да видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен 2 жұмыртқаға қантты қосып, миксердің көмегімен массамыз 2 есеге ұлғайғанша жақсылап 3-4 минуттай шайқап алатын боламыз. Келесі кезекте иісі жоқ сұйық май, кез келген пайыздағы сүтті қосып араластырамыз. Сүтті бірден тоңазытқыштан алып қоса берсеңіздер болады. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық ингредиенттері жазулы тұр. Одан кейін бір шай қасық қопсытқыштан салып, әдемі қоймалжың масса жасайтын боламыз. Енді пончиктардың ыдыстарын осылай майлап, 1,5-2 ас қасықтан пончиктарымызды құйып шығамыз. Қатты көп құймаймыз, өйткені көп құйсақ біздің қазір піскен кезде ортасындағы тесіктері көрінбей қалуы мүмкін. Ал бұндай силиконды ыдыстарды кез келген кондитер дүкенінен немесе Каспи магазинінен алсаңыз болады. 180 градуста 25 минутта пончиктарымыз дайын болады. Енді шоколадты су моншасында ертіп аламыз, одан кейін осылай әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады. Сонымен қатар достар, аптасына 3 рет каналымда жаңа рецепттер шығады. Сол себепті қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.